Қазақ күресімен жаттығам деушілерді негізінен балалар мен жас өспірімдердің 3-ші спорт мектебі қабылдайды. Оның үстіне бүгінгі күні жеке ғимараттары да бар. Ал ұлттық спортымызға әуес 430-ға тарта балаларды бапкерлер Сәрсенбай Болатов, Нұрболат Өтепбергенов және Изат Нұрғалиев жаттықтырады. Кішілері бұл саладағы мансаптарында жолдарын енді бастап жатса, алдыңғылары ірі республикалық додаларда жеңімпаз жүлдегер атанып үлгерген. Мен өзім негізі күрестің айналысу бойынша осы жас барыс деген 2018 жылы өткен турнирде өзім қола жүлдеге ие болып, осы алтын бұйырмаса да қола алдым. Соны алтынды қайтан өзіме бұйырту үшін осы Қазақстан чемпионатында күресуге және де барымды да нарымды салуға тырысамын. Және де осы жеке бапкерім Болат Сәрсенбайға рахметін айтамын. Осы дайындалып мені қайшама турнирларға шығарып жүрген, қайшама республикалық турнирларда орын алып жүрмін. Және де осы енді өз әкеме де алғысымды айтамын. Мені де дайындап жүр. Қаншама физикалық тұрғыда да, техникалық тұрғыда да әрқашан мені қолдап дайындап жүреді. Қаңтардың 19-20 күндері қаламыздың Жасыбай спорт кешенінде 2004-2005 жылдары туылған балалар арасында Павлодар облысының чемпионаты өтеді. Онда алдиярымыз 57 келіде өз бағын сынайтын болса, әділ 73 келіде белдесіп жеңіске жетуге тырысады. Алдына келе жатқан мақсаттарым Қазақстан чемпионатына іріктеуден өту, сосын Қазақстанда алла жазса жүлде алып, отбасымды қуанту. Айта кетуіміз керек, облыстық деңгейдегі додаға Керекудің әр жерінен 200-ге тарта балуандар келеді деп күтілуде. Және бұнда жүлдеге іліккендер кейін ел чемпионатына қатысады. Тағы бір үмітіміз Ахмет Әбдіжаппар 1999-2000 жылы туылған бозбалалар арасындағы облыс чемпионатына қатысады. Ол қаңтардың соңында Павлодар қаласында болады деп жоспарланған. Ахмет сонымен қатар 2018 жылы облыс және республика көлемінде жыл студенті деген атағында жеңіп алыпты. Сондықтан балуандар алдағы іргелі жарыста да жеңіс тілейміз.